өзіңіз көптеген әйелдерге сабақ өтіп жүрсіз, онлайн және де офлайн сабақтар. Жалпы өзіңіз саралай келе, аналитика жасай келе, жалпы қазіргі таңдағы қазақ әйелдерінің басты проблемасы неде деп айта аласыз? Енді психолог ретінде айтатыным басты проблема ол балалық шақтан қалған травмалар, дұрыс емес установкалар. Иә. Онан кейін бізді отбасылық өмірге бейімдемейді, әйел болуға тәрбиелемейді, ана болуға тәрбиелемейді, бірақ келін болуға күштеп тәрбиелейді. Бұл бір роль, иә, келін деген Иә, өмірде. иә. Негізі біз тұлғамыз ғой, тұлғаның өз рөлдері бар, иә. Біздің ана роліміз бар, келін роліміз бар, әйел роліміз бар, там коллективінде коллега роліміз бар деген сияқты сіңілдерімізге әпкеміз, там көп қой, әке-шешемізге баламыз деген сияқты рольдарымыз өте көп. Бірақ соның ішінде бір осы келіндікке қатты басым береді екен, değil mi? Байқасам қоғамда ше. Той болып жатқан кезде де айтатын екі достың бірі не деп айтады? Жақсы келін болып алған жеріңді бақыт деді. Бірақ та бейімдемейді. Сенің күйеуің осындай мінез болуы мүмкін, осындай, оның қажеттілігі осындай болуы мүмкін, оған мына нәрсе керек болады, осылай сөйлесуің керек, ертең бала туған кезде балаға осындай тәрбие керек болады деп соны дайындамайды да. Сен ата-енеңнің көңілін тап, қайын жұрттың көңілін тап, күйеуіңнің көңілін тап дегенді честно редко айтады ғой. Иә. Мен ойлаймын, потому что көбіміздің мамаларымыз өздері күйеулеріне көңілі толмағаннан кейін оны айтпаған шығар деп ойлаймын да. Мүмкін, иә. Олардың да бір ата-анасынан, арғы ата-әжесінен көріп келген бір сенім тәрбиелері бар, иә, соны қайталай береді бейсаналық тұрғыда. Мысалы, мен өзім айтатын болсам, менің мамам мен мамамды апа мен атам өте қатты жақсы көретін. Алтын келінім деп солай қатты айта беретін да. Мен сол нәрсе қатты миымда қалып қойған ғой. Мен келін ретінде +5 болуым керек деп ше. И реально мен тұрмысқа шыққаннан кейін прям қатты стараться еттім. Және де енемде қыз жоқ, қызы қайтыс болғаннан кейін. Білмеймін, соның орнын алмастырғым келді ме, әйтеуір жанашырлығым болды ма, бір енеме қатты жақынырақ болдым, тіпті күйеуімнен де қатты жақын болдым деп айтсам бола ма екен ше. Бірақ кейін мен психология келген кезде оның түбін түсіндім. Мен анау апам мен атамның қолында болған кезде мама іздедім ғой. Иә. Менің ішімдегі кішкентай қыз мама іздеген екен да. Мен сонда күйеуіммен бәсекелескен екен, мамаға таласқан екен. Көрдіңіз бе, игры разума деген нәрсе болады. Яғни адамның санасында сондай ойындар болып жатады. Оны былай адам көрмеуі мүмкін өзі. Сырттан қарасаң, сенің семьяңда что-то не то бірдеңе дұрыс болмай жатыр. Бірақ психологтың алдына барып отырып сөйлескен кезде сенде шығады бүкіл. Сенің дұрыс емес сценарий, сен не істеп жүрсің, ниетің қандай, кім шын мәнінде сен жамансың ба, күйеуің жаман ба деген сияқты нәрселер ше. Иә. Басында мысалға әйелдер келеді өзіңізге терапияға, сол кезде олар мысалға енелерін жамандай бастауы мүмкін, күйеулерін жамандай бастауы мүмкін, мысалға олар бір әлемді өзгертем деп келеді да, бірақ келген кезінде бүкіл проблема, бүкіл нәрсе ішінде екенін сезіп жатады, иә. Иә. Жертва позициясына шығу деген жалпы ол саусақты өзіңе қарату. Менде не дұрыс емес деу. Ал жертва позициясындағы адамдар ол всегда біреуді істеп жүреді. Мынау тиран. Сосын мынаны тиран дейді да, үшінші адам спасатель іздейді да. Ал жертва позициясына шығатын адам ешкімнен спасатель іздемейді. Мен бармын ғой. Я, Алла тағала маған берді ғой, бүкіл маған өзіме керек нәрсенің барлығын маған беріп қойған уже. Қамқорлық керек па? Өзің бере аласың. Комплимент керек па? Өзің айта аласың. Сыйлық керек па? Өзің сатып бер. Сен бірінші соны өзің жасаған кезде ғана өзгелер саған оны жасағысы келіп бастайды. Негізі заңдылық сондай да. А когда сен өзіңе бір тиын салмай, өзіңе қымбат дүние алмай, бірақ сен өзіңнен аяп тұрып, өзгелерден маған неге бермейсің, маған неге бермейсің деп жүрсең, кім кінәлі? Өзіңді үйретпеген өзің кінәлі болып шығасың. Иә. Көп келіншектер мысалға өздерінің күйеулерінен сыйлық алғысы келеді. Әйелдік энергияда, женственная дейді, орысша айтқан кезінде сондай болғысы келеді, қылықты болғысы келеді. Жалпы соған өздерін қалай үйрете білу керек, жалпы күйеуден қалай сыйлық ала білу керек? Мен айтатын сөзім бар. Сыйлықты алып, бірақ ар жағында сыйластық болмаса, ол сыйлықтан не пайда деймін да. Сондай еркектер бар, әйеліне ақша береді, путевкасын алып береді, машинасын алып береді, бірақ өзі ана жақта гулять етіп жүреді да. Оның ар жағында адамның душасы болмаса, ол сыйлықтан не керек та? Әрине. И сол үшін мен айтамын, қыздар сыйлықтан бұрын сыйластық талап етіңіздер, сыйластық. Бірақ сізді ол сыйласын десеңіз, сіз өзіңіз сыйлаңыз, өзіңіз сыйлаңыз. Сыйластық бар жерде сыйлықтың да ауылы алыс емес негізі ше. Сыйластық деген не ол? Ол өзің жан дүниеңді тыңдата білу, жеткізе білу. Сол кезде сен
сенің күйеуің жан дүниеңді тыңдай білетін болса, сен сыйлық алғың келіп тұр, бір штук гүл, пожалуйста, бағасы осынша теңге, мен сенен мынандай букет сұрап тұрған жоқпын деп аз-аздан бастасаңыз, еркек кішкене ойлана бастаса, сосын ер адамдар нақтылықты жақсы көреді де, олар конкретизация дейді ғой, андай бізде сыйлық сыйламайсың дейді, нақты не айтсаңызшы. Гүл ма, духи ма, духи ма, иә. Гүл болса қандай гүл, роза ма, неше штук роза. Бізде еркектерге букет деген кезде олар мысалы 101 букетті көріп алып, олар мысалы ер адамдардың дәл қазір оған ақша жетпей тұрған шығар, мысалы да. Ол ойлауы мүмкін 101 букет. Сіз просто бір гүлді қалайтын шығарсыз. Сосын ол гүлдің ар жағында не тұр, өзіңізден сұраңызшы. Сізге шынымен сол гүл керек болып тұр ма? Әлде күйеуіңіздің бір комплименті керек шығар? Ықыласы керек шығар, иә. И ол шынымен де күйеуден керек болып тұр ма? Бәлкім оны өзіңізге өзіңіз беруіңіз керек шығар, иә. Адам бір өзін өзі тойдыру керек та. Ал пока сіз мені біреу келіп толтырады, мені біреу келіп жұбатады, мені біреу келіп успокоить етеді деп спасательді сырттан іздеп жүрген кезде сіз өспейсіз, сіз просто зависимостьқа түсіп кетесіз де ол адамнан. Адамға тәуелді болу, адамға мұқтаж болу, ол негізі исламда да жақсы нәрсе емес негізі. Жалпы осы мұқтаждық, тәуелділік жағдайдан қалай шығуға болады? Жалпы ересек позициясына қалай өтуге болады әйел адамдарға? Ол жаңағы айтқанымдай, мысалы сіз бір адамның бір көңіліне, сөзіне мұқтаж болып тұрсаңыз, вниманиесіне мұқтаж болып тұрсаңыз, сұрайсыз өзіңізден, ол адамнан не керек болып тұр маған? Шынымен де сол адам керек болып тұр ма? Шынымен де сол нәрсе керек болып тұр ма? Иә? Мен соны талап етіп тұрған кезде мен неше жастамын? Психологически, иә? Жасын анықтау керек. Иә. Көп әйелдер мысалы сыртта 40-та 50-де болса да, уже алдыңа келгенде энергетикасы сезіліп тұрады да. Біреуде подросток әйелдің энергетикасы, біреуде 5-6 жасар қыздың энергетикасы болады. Яғни қандай да бір балалық шағында бір қатты травма болса, соны переживать ете алмаған болса, иә, басынан қорыта алмай қалған болса, адам кейін сол психологиялық жасында қалып қояды. Кейін оның әрекеттері, биологиялық тұрғыда, бірақ ішкі мысалы бір әйелдер келеді, мен 6 жасар баламмен сыйыспаймын дейді да, мен оны қабылдай алмаймын дейді. Істеген ісі мені раздражает. Немесе бір әйел келеді, мен 14 жастағы қызым, бір әйел келеді 20 жастағы баламмен мен ұрысып конфликтқа түсе беремін. Сол кезде не болып еді сол жасыңызда? Ол психологиялық өзі инструменттер қасып қалып шығарған кезде тура сол кездегі бір травма шығады. Яғни ана баламен қарым-қатынаста әйел адам психологиялық жасы сол өзінің сол баласынан да төмен деңгейге түсіп кетеді. Сыртында мысалы мамасымен, сырттан қарағанда мамасымен баласы тұрады, бірақ психолог ретінде қараған кезде екі бала төбелесіп жатады ғой. Иә. Мына бала жаңағы әйел айтады да, мына балаға айтады да, сен сияқты кезінде мені ешкім еркелеткен жоқ, мені сен сияқты ешкім құтыртқан жоқ, маған ешкім бұл ойыншықты әперген жоқ, неге мен саған әперуім керек? Мені сен сияқты отырғызып қоймайтын, мама мені гонять ететін, неге сен отыруың керек? Деген сияқты іште бір қарсыластық, бәсекелестіктер пайда болған кезде әйел адам өз-өзін игере алмай қалады. Өзі түсінбейді, бірақ бала состояниесіне түсіп кетеді, иә. Ал сол травманы жапқан кезде, проработать етіп жапқан кезде әйел адам уже баласына толыққанды ана ретінде қарай бастайды. Яғни жоғарыдан төмен уже, иә, мынау жылағысы келіп, мынау шаршап тұр, мынау бірдеңемен қарны ашып тұр деген сияқты уже түсіне бастайды да. Сонан кейін әйелдің өзін өзі қабылдауы өте маңызды. Егер сен өзіңнің бойында қандай да бір минусыңды қабылдамайтын болсаң, онда сен баланың бойындағы сол минустар сені раздражать етіп тұрады. Алла тағала айна ретінде көрсетіп қояды, иә, дәл солай. Түсінікті.